Барлықтарыңызға сәлем достар. Кешкі асқа мен нанкурда киспе палау деп аталатын тағам дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге ет керек. Етті майдалап, ұсақтап турап аласыздар. Және де картошка, сәбіз, пияз, қызыл болгарский қоссаңыздар болады. Барлығын турап алып, міне достар, қызып тұрған майға етімізді жақсылап қызартып, суы кеткенше қуырып аламыз. Міне достар, етімізді қуырып болған соң үстінен пиязымызды қосып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Әрине тұз қосасыздар. Дәміне қарай шым-шым тұз қосасыздар. Жақсылап қуырып, араластырып, кішкене су құйып, бұқтырып қоясыздар 10-15 минутқа. Міне достар, етіміз піскенше, мына сәбіз, картошка, қызыл бұрыштарымызды турап алатын боламыз. Міне достар, барлығын турап болдық. Енді оның үстіне картошка, сәбіз, болгарлардың барлығын салып қуырасыздар. Жақсылап қуырып, араластырып алып, үстінен су құйып, бұқтырып қоясыздар. Ол пісуі қажет. Қақпағын жабамыз. Оған дейін біз қамырын дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқаға кішкенеден су қосып, тұз, ұндарымызды қосып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Әрине достар, ұнымызды ситадан өткізіп аламыз. Достар, менің қамырым дайын болып қалды. Енді кішкене тұндырып болған соң қамырымызды жая беретін боламыз. Достар, міне жұқа қып, дұм-домалақ қып жаясыздар. Барлық жері бірдей болу қажет.
Міне достар, мен қамырымды жайып болдым. Енді оны бірнеше бөліктерге майдалап бөліп тастадым. Себебі мен сковородкам кішкентай. Міне мен кішкене кептіріп аударып қорып алдым. Асты үстін кебу керек. Жылдам қататын болады. Осылай етіп ала бересіздер. Міне достар, кепкен қамырларымызды орап, ұсақтап турайтын боламыз. Ұсақтасаңыздар әдемі шығады. Мен кішкене ірілеу қып турадым. Одан да ұсақтап турасаңыздар әдемі шығады. Барлығын осылай турап алатын боламыз. Міне достар, салмасы пісіп дайын болды. Енді оның үстіне жаңағы туралған қамырымызды қосатын боламыз. Яғни барлығын араластырып 15 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Сосын дайын болады. Міне достар, біздің тамағымыз пісіп дайын болды. Енді оны тарелкаларға салатын боламыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте күшті болады екен. Міне достар, тамағымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, әдемі шықты. Ас болсын.